Бүгін велоспорттан Италияда өтіп жатқан Giro d'Italia жарысының 199 шақырымға созылған 20-шы кезеңі өтеді. Қазір испандық Альберто Контадор топ жарып келеді. Өткен кезеңнің нәтижесінде Астана кәсіби велокомандасының өкілі итальяндық Фабио Ару жеңімпаз атанып, жалпы жарыста 3-ші орыннан 2-ші орынға көшті. Ару Альберто Контадордан 4 минут 37 секундқа қалып келеді. Ал жалпы командалық есепте Астана 1-ші орында тұр. Велокоманданың бас менеджері Александр Винокуров өткен кезеңнің нәтижесімен команда жоспарымен бөлісті. Фабио чемпион екендігін дәлелдеді. Оның орнында басқа біреу болса артынан келер еді. Біз оны кеше көрдік. Мен оған осы екі кезеңнің бірінде жеңіске жете алатындығын тағы да айттым. Бүгінгі кезең өте ұзақ және қиын болған. Сондықтан барлық команданы құттықтаймын. Шешуші кезеңнің алдында жеңіске жетіп, жалпы жарыста 2-ші орынды иелендік. Өте ауыр кезең болды. Мәресі 1600 метр биіктікке орналасты. 20-ші кезеңде Контадордың артында қалмауға тырысамын.